Біздің арнаға қош келдіңіздер. Ертегілер әлеміне бірге саяхат жасайық. Лайк басып, арнаға жазылып, жаңа видеоларды бірінші болып көріңіздер. Ертеде аспан мен жердің арасын тұман басқан шақта далада тіршілік еткен хайуандар жылдың басы болуды армандап бір-бірімен таласқа түсіпті. Әрқайсысы өз еңбегін, өз қасиетін мақтап, жыл иесі атануға ұмтылды. Ал олардың арасында кішкентай ғана айлакер тышқан бәрін таңғалдырмақ еді. Сонда жылқы бастайды. Мен алысты жақын қыламын, күшімді көрет, сүтімді ішет, қылыма шейін арқан жіп есет. Сен адамның жұмысын қылсаң, сұлу, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны көре кетемін. Табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық. Егінді менімен егеді, сүтімнен құртмай алады, жүнімнен киіз басады, киім тігеді. Таң ата шақырып, адамдарды оятып жүремін. Мен болмасам, бәріңді қасқыр не ұры алып кетер еді. Оның барлығын естіген тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір түрлі қулық ойлайды. Бұл таластан еш нәрсе өнбес, жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын дейді. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен кім бұрын көреді, деп тышқанның сөзін қостайды. Бөрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің өркешіне шығып отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды көріп, еш нәрсе демепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Ал түйе болса, бойына сеніп тұрып қалыпты. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер KZ сайтында таба аласыздар.